Қазақ елі үшін тәуелсіздік күні айтулы күн, маңызды мереке. Биыл бұл атаулы мереке 25 жыл бұрын елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев құрған татулық пен достықтың бірегей институты Қазақстан Халық Ассамблеясының мерейтойымен тығыз байланысты. Тәуелсіз Қазақстан саясатының іргелі қағидасы бірлік пен тұрақтылықты, ұлтаралық келісімді сақтау. Бейбітшілік пен ынтымақты ту еткен ассамблея қажырлы еңбегінің арқасында барлық этнос өкілдерін бір шаңырақ астында біріктірді. Халық бірлігі мемлекет дамуының қозғаушы күші және ең маңызды құндылық екендігі белгілі. Қазақстан Халық Ассамблеясының 25 жылдық тарихы жасампаздық пен жетістіктер жолы. Тәуелсіз Қазақстан жалпы ұлттық бірліктің арқасында әлемдік аренада толағай табыстарға қол жеткізді. Білім, жаңа идеяларға ашықтық, ұлттық код және Қазақстан эволюциялық даму жолы жалпы ұлттық тарихи сана мен бірыңғай құндылықтарды қалыптастыратын негіздер. Біз бәріміз бір отбасының мүшелеріміз, бір тұтас Қазақстан халқының ұрпағымыз. Біздің ұлттық мәдениетіміздің сан қырлы болғаны соншалық, оның әрбір қыры ұлы дала елінде тұратын барлық этностардың мәдениетімен үндеседі. Мәдениетіміздің байлығын, оның өзіндік ерекшелігін Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күніне арналған ұлы дала елінің ұрпақтары ұлттық мәдениет фестивалінде танытатын боламыз. Ұлы даланың мұрасын ұлықтауға арналған іс-шарамызға қатысуға шақырамыз. День независимости Республики Казахстан. Этот праздник является одним из самых главных в календаре событий нашей страны. И в этом году он тесно переплетается с юбилеем Ассамблеи народа Казахстана, уникального института, созданного 25 лет назад елбасы Нурсултаном Назарбаевым. С первых дней независимости стержнем всей политики Казахстана является укрепление общественных и межэтнических отношений. За 25 лет Ассамблея смогла объединить все этносы одной целью – сохранение мира, согласия и единства. История показывает, что самой главной и важной ценностью является народная сплоченность, которая стала движущей силой государственного развития. 25-летняя история Ассамблеи народа Казахстана – это история достижений и упорного труда. В период независимости Казахстан добился успехов на мировой арене только благодаря единству. Это бесценное богатство нашей суверенной страны, и оно останется неизменным ее достоянием. Культ знаний, открытость новым идеям, сохранение национального кода и эволюционный путь развития Казахстана – вот источники, которые формируют прочную основу общенационального исторического сознания и единых ценностей. И это непосредственная зона ответственности Ассамблеи. Все мы – члены одной семьи, разные и равные дети единого казахстанского народа. Наша национальная культура настолько многогранна, что каждая ее грань гармонично переплетается с культурой всех этносов, проживающих на территории Великой Степи. Всю ее красоту и самобытность мы представляем в фестивале «Ұлы дала елінің ұрпақтары», посвященном Дню независимости Республики Казахстан. Добро пожаловать! Дорогие кустанайцы, искренне хочу всех поздравить с наступающим Днем независимости от нашего этнокультурного объединения корейцев Кустанайской области. Этот праздник поистине является символом нашей свободы, могущества нашего государства. За эти годы Казахстан состоялся как государство, нас узнают, мы достигли большого прогресса. Хочу также поздравить всех с 25-летием Ассамблеи народов Казахстана. В этом году этот праздник тоже состоялся. Наша ассамблея, созданная по инициативе Нурсултана Назарбаева, была, есть и будет таким институтом
консолидации нашего общества. Ну что, еще раз хочу всех поздравить с праздником, пожелать всем мира, счастья, здоровья и добра. Қазақ елінде азаттықтың ақ таңы атқанына 30 жылға жуық уақыт өтті. Осы мерзімде біздер мемлекеттілігімізді құрып, іргетасын қалап, қабырғасын қатайтып, ішкі сыртқы саясатымызды айқындап, ішкі саясатымыздың жалғасы сыртқы саясат, сыртқы саясатта, ішкі саясаттағы сияқты бейбітшілік, халықтар арасындағы келісім бірінші орында жүретін саясатымыз болды. Ішкі саясатымызда ең бірінші өзекті мәселе халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту, саяси салада реформаларды жүргізу, экономика саласында да осы мәселелерге жіті көңіл бөлу және рухани саланы ұмытпау. Қазақстан Республикасы мемлекетке қажетті барлық жағдайларды жасап үлгірді. Алтын заң конституциямыз қабылданды, шекарамыз шегеленді, сайын кең даламызда жаңадан 21 ғасырдың үлгісіндегі астанамыз бой көтерді, әлем жер жүзі таңғалатын. Ал енді біздің сыртқы саясатымызда, ішкі саясатымыздың жалғасы есебінде бейбітшілік пен ынтымақтастық. Біздер әлемдегі ең жоғарғы деңгейдегі ұйым Біріккен ұлттар ұйымына мүше болдық. Көптеген ресми, бейресми, халықаралық ұйымдарда да мүше болып қана қоймай, ынталы түрде көптеген шаруашылықтарды, ұсыныстарды да тиімді атқарып келе жатқан бірде-бір мемлекет осы Қазақстан халқының Қазақстан Республикасы. Біздің Қазақстан Республикасы тарихи жағдайға байланысты көп этносты мемлекет болып қалыптасып, дамып келе жатыр. Сондықтан көптеген этнос өкілдері өзінің мына қазақ жерін отаным деп, қазақ елін өзімнің жерім деп еңбек етіп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып келе жатыр. Ал мемлекет болатын болса, осы этностардың тілдерін үйренуде, әдет ғұрып салт дәстүрін сақтауда, тарихын оқып білуде, барлық жағдайларды жасауда. Бізге ең қажетті, ауадай керек нәрсе ол халқымыздың бірлігі мен ынтымақтастығы, қоғамдағы келісім, саяси тұрақтылық. Міне осы салада Қазақстан халқы ассамблеясы көптеген істерді атқарып келе жатыр. Қазақстан халқы ассамблеясы 1 наурыз 1995 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұсынысыменен өзінің арнайы жарлығымен дүниеге келген алғашқыда қоғамдық, кейін осы мемлекетіміздің саяси саласында ойып тұрып орын алатын осындай бір құрылым болып, үлкен тиімді жұмыс жасап жатыр. Сондықтан біріншіден тәуелсіздік, Қазақстанның тәуелсіздік күніменен, екіншіден Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығының орай мерей тойыменен мына қостанайлықтарды, жерлестерімізді, Қазақстан жұртын, барлық Қазақстан халқын осы айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Сондықтан ұлы дала ұрпақтарының төрағасы есебінде баршаңызға, өз бастарыңызға, отбастарыңызға амандық, саулық, бақыт, береке, амандық, саулық тілеймін. Мемлекетіміз дамуда, ілгері жылжуда, әрқайсымыз аянбай еңбек етейік. Алдымызда тұрған межелер орындалатыны сөзсіз. Құрметті достар, біз Тұран этно-фольклорлық ансамблі сіздерді тәуелсіздік күніменен шын жүректен құттықтаймыз. Сонымен қатар Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған Ұлы дала елінің ұрпақтары атты республикалық фестиваль қатысушыларына сәттілік тілейміз. Сіздерге арнап Ұлы Тұран мәңгілік атты шығармамызды орындап беруге рұқсат етіңіздер.
болған тасқынға алаш туы астында ұлы тұра мәңгілік. Көк бөрідей тегі бар жері ұйықтай жері бар, қазақ деген елі бар ұлы тұра мәңгілік. Аса құрметті қазақстандықтар, Қостанай қаласының тұрғындары мен қала қонақтары, сіздерді республикамыздың әр азамат үшін айтулы тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дәулетіміз шалқып, береке бірлігіміз жараса берсін. Қостанай, мой родной дом, мой родной край, край детства. Я всех поздравляю с Днем независимости Республики Казахстан. Заканчивается год Ассамблеи, 25-летия Ассамблеи народа Казахстана. Я имею прямое отношение к Ассамблее народа Казахстана, и так как я ровесник независимости нашей страны, я всех поздравляю, всех кустанайцев, всех казахстанцев, всех членов Ассамблеи с этим знаменательным праздником для нас, для всех. Пусть в вашем доме всегда будет мир, добро, счастье, любовь и процветание. С Днем независимости, друзья! Etpes qara көңілім не қылса да, аспандай менен күн шағылса да, дүниеде сірә сендей маған шар жоқ. Саған жар менен артық табылса
Go,
жайнабым, ой жайлап ой жайлап атағыныз көп тулатқан ат менен жараса да азаматқа ой жайлап айтысып қыз бозбала қырындасқан серуендеп тамаш еткен жастық шақта ой жайлап ақ шәйнек сар самаурын тұрса қайнап отырса қыз бозбала күліп ойнап киінген қызғалдақтай қыз келіншек сапырса сары қымыз құлан ойнап қуарған кәрі ағаштай қақиған жау жас шақтан өткізелі гүлдей жайнамын ой жайлап өткізелі гүлдей жайнамын ой жайлап